достар! Сәлем! Қазақстандық танымал актриса Лидия Каденова халық әртісі атағын иеленген үлкен той жасап жақындармен дүркіретіп атап өтті. Лидия Каденова бұл қуанышын Алматыдағы қымбат мейрамханалардың бірінде тойлаған. Актриса той төріне ұлы келінімен қос немересімен бірге шыққан. Дүбірлі шара тізгіні белгілі асаба Ерғанат Ермахан мен актер Нұржан Әбубәкірде болды. Лидия Каденованы халық әртісі атағын алғанымен арнайы құттықтап келген жұлдыздар арасында Асанәлі Әшімов, Роза Рымбаева, Досхан Жолжақсынов, Жұбаныш Жексенұлы, Музарт тобы Әли Оқапов, Мұхтар Ханзада және тағы басқалары болды. Жұлдызды қонақтар мейрамхана ортасына шығып, көпшілікке өнерін паш етті. Ұлы Дидар Каден келіншегі екеуі анасына қаржылыққа жолдама сыйға тартты. Қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Алтынай Жорабаеваның отбасында қуанышты жағдай орын алды. Өнер иесі ата-анасының алтын тойын дүркіретіп атап өтті. Өнер иесі туған інісі Талғат Жорабаевпен бірге ән шырқап, ата-анасын мейрамхана төріне алып шықты. Одан кейін әкесі, іні бауырлары мен әулеттің күйеу балалары әншінің анасына гүл шоқтарын тарту етті. Тойға жиналған көпшілік той иелеріне ақ тілектерін жолдап, бағалы сыйлықтарын табыстады. Алтынай Жорабаева барша ұл қыздары, келіндері мен күйеу балалары жалпы атынан әкесіне Cherry Tiggo 7 Pro автокөлігін, анасына италиялық шуба сыйлады. Алтын таққа лайықты асыл жандар ұл қызына ақыл боп шашылғандар. Жетіпті алтын тойдай асыл тойға, шаңыраққа ақ таң боп ашылғандар. Бұйырыпты сіздерге осы бақыт, өміріңіз баға жетпес асыл ақық. Тағы да 50 жылда бірге жүріп, болыңыздар отбасына алтын жақұт деп өлең жолдарын арнады Жорабаева. Әйел мен еркектің орнына ауысып бара жатыр. Актер Болат Әбділманов отандық фильмді сынап тастады. Болат Әбділманов аталмыш фильмде ер адамдарды әйелдің айтқаннан шыға алмайтынын жан ретінде көрсеткеніне шүйлікті. Актер назарлығын Инстаграмдағы парақшасында жеткізді. Жақында кинотеатрдан Жесірнақ деген фильмді көрдім. Киноның жетістіктері жалпы таралымдағы кәсіби деңгейде оған дау жоқ. Актерлардың ойыны кадрдан кадрға ауысып, бүкіл бет пішін, көз қарасы бәрі өз орнында. Актерлық ансамбль бар. Досжан Жамбатаев бастап, Карабалинди жастан бала бастады. Рөлді ойнаған қыз да бәрі өз орнында сендірді. Оператордың да жұмысы өте жақсы. Режиссер да актерлармен жұмыс істей алған. Тапсырма дұрыс қоя біледі. Актерлар да өз рөлдеріне сай келіп тұр. Бірақ мен айтайын дегенім бұл емес еді. Жалпы фильмнің мазмұны, идеясында ойланатын дүние бар. Бұл кинода әйелдер бәрін қырып салады. Еркектер бір жүрген сорлы, еркек емес терпек, жігіт емес мілік. Әйелдердің айтқанынан шыға алмайды. Әйелдің өзінің барлық физикалық күшін көрсетіп, сол жерде жеңімпаз болады, деп бастады өнер иесі. Қазақстанның халық әртісі Майра Мұхамедқызы алғаш рет отбасы туралы сыр шертіп, басынан өткен қиын кезең туралы айтты. Өнер иесі жолдасы екеуі тұңғышын 20 жыл күткенін жеткізді. Майра Мұхамедқызы жеке өміріне қатысты жан сырын Данан Нұржігітке берген сұхбатында ақтарды. Опера әншісі ұзақ уақыт балалы бола алмай, тіпті жолдасына басқа әйел алуға рұқсатын берген. Алайда отағасы бұл ұсыныстан бас тартып, өнер иесінің қасында қалуға уәде берген. Нәтижесінде 20 жылдан кейін Майра Мұхамедқызы жолдасына қыз бала сыйлаған. Менің жолдасым өте парасатты адам, жүрегі кең, тап-таза. Біздің арманымызда 20 жыл бала болмады. Сол кезде мен оған өліп кетсем де бала туып беремін. Әйел ретінде саған қарызбын дедім. Егер бала туа алмасам басқа әйел алуға рұқсат етемін дедім. Махаббатымды қимаймын дедім, бірақ ол кісі көнбеді. Өмірдің мән мақсатына бала екенін түсінемін, бірақ біздің арамызда махаббат бар деді. Баланы беру Алланың қолында екенін айтып, мәңгі менімен бірге қалуға уәде берді. Сен мені тастамасаң, мен сені тастамаймын деді. Мен уәдемде тұрып, қызды дүниеге әкелдім, деді әнші. Еркес Махан Инстаграмдағы парақшасында оқырмандарымен тілдесіп, оларды қызықтырған бір қатар сұраққа жауап берді. Алайда бір оқырманы жолдаған хабарлама оның ашуына тиді. Желі қолданушысы әншіге сөмке емес, сауап жинасаңшы, маған көмектесіңізші деп жазған.
Құдай-ау, осыларды өмір сүруі маған міндет екен. Жазып отырған ер адам, менен сұрағанша тұрыңыз да жұмыс жасаңыз. Әлеуметтік желіде не ағып отырсыз? Ер адамның екі қолынан жұмыс табылады. Сосын мені сауабым қанша екенін қайдан біліп отырсыз? Сауабым сөмкемнен миллион есе көп шығар. Оны білуші тек Алла. Дүниемен шектелмей, кеңірек ойланып үйренейік. Түсінген адамға баршылық та жоқшылық та сынақ қой. Бұл өмірде деп жауап берді өнер иесі.